Ба? Ал сәлем достар, мына мынандай қазір шалбар әкеп тұрған клиентімнің. Ол шалбардың жаңағы ұзындығы қысқа болып кеткен. Соны ұзартып беріңізші дейді. Енді мынаның бәрін сөгітіп дайындап қойдым. Мына сөгітілгенде мына көрдіңіз ғой, екі елде почти ұзарады. Соны енді мынаның ішінде мынандай қалып тұр ғой, астатық. Сол астатықке мынандай простой мата болады ғой. Габардин матасын қара. Сол габардин матасын осылайтып тігіп аламыз. Мына қазір көрсетейін. Мына жаңа бір жағын көрсетіп, мынандай қазір өтіктегенде кетеді. Бастырып өтіктегенде. Соны біздер мынаны ішкі бетіне, ішіне бәрі кету үшін осылай тігіп аламыз. Қазір көрсетейін. Тігіп. Осы мына жамандардың бәрін осы матаның астына жібереміз. Өте оңай способта жаңағы қысқарып қалған шалбарларды ұзартуға болады. Көріп тұрғанда, мынаны қыттай былай бір қайырамыз, чуть-чуть мына чтоб жақындатып тұрсын. Екі мата бір-біріне тиіп қалмау үшін. Енді мына келесті түп-түзеу етіп, осыны қиып тастаймыз. Керек емес, астатық матаны. Содан кейін мына бір жерін ішіне қарай тігіп жібереміз. Ана шалбарды айналдырып шықтық қой матамен. Примерно мата 5 сантиметр. Несі. Енді қараңыздар. Мынандай етіп шалбарды жалғадық қой, астын. Мына жерін ұзартып жатырық қой. Енді осы шалбарды былай осылай қолмен демеп отырып, 1 миллиметрді чуть ішіне шығарып отырып, мынаны ішке қайтарып отырып, кәдімгі шалбар балақ қайтарған сияқты қайтарып шығамыз. Та осылай етіп. Сонда ана ішіндегі бүкіл қоқыс-моқыстың бәрі ішіне кетеді. Жаңағы сөгіткен нелердің бәрі. Кішкене көбіректеу қайтарсаңыздар да болады, чуть-чуть. Шалбардан қайтарған бойымен қайтарсақ, вообще керемет болады. Мен жарық қой кішкене саған. Өте өше күн түседі ғой мен жарық. Әне жерге барып отыруға болады, Иә. Жарық сосын ғой, мына бөлмеге көшіп отырған. Жарық болсын. Мына жағы қыз қайда кетіп қалды? Ана ары қарай көшті ол дейін, екінші бөлмеге. Қай жерде ол? Ана жерде. Мария, кімнің қасында ма? Иә, ана ар жағында. Ана басқа кетіп қалды ма не? Қазір Айсапа айтам, мен видео түсіріп отырамыз. Қазір айтам. Болды. Осылай етіп, қазір осыны үтіктеп шығамыз. Міне, сонда мынау екі елдей ұзарылды.